Амансыздар ма? Мына маймылдың сөзін тыңдап жіберейік, содан кейін. Сонда адамдар бізден жаралдық деп ойлай ма? Иә, дәл солай. Дәл солай. Олар тіпті жас балаларды мектепте осы Дарвин теориясына сендіреді. Бірақ менің оларға қатысым жоқ. Сен рас айтасың ба? Иә, адамдар есінен адасты. Оларды Алла жаратты. Мені де Дарвин қателесті. Мынаны қараңдар. Оқулықтар осыны оқытады. Астағфиралла. Бұл жерде енді маймыл айтып тұрған жоқ. Маймылды айтқызып тұр ғой енді. Оны айтқызып тұрған адамдар, олар адамдар кәдімгі. Яғни Дарвин теориясына қарсы адамдар ғой. Адам, мысалы Дарвин, адам маймылдан жаралды деген жоқ. Біріншіден, енді аргументтерді немесе адамды күлкі қылатын болсаңдар, кішкене болса да бір аргументтерді бір келісінен алу керек та, бір адам сенетін ней нәрсеменен. Біреу сені оқпен атса, сен оны таспен атпайсың ғой, мысалы. Оқпен тастың айырмашылығы қанша? Сен соған қарсы, оққа қарсы сен бәрібір бірдеңе ойлап табуың керек. Сол сияқты атылып жатқан оқтар бар ғой, анау атеистер тарапынан. Соларға қарсы сен тас атпа былай. Дарвин теориясында адам маймылдың бір туысы деп келтіріледі. Яғни адамның өзі де сол маймылдардың бір түрі, яғни маймылдарға жатқызады. Мысалы, өрмекшіні алайықшы. Қазір-ақ бүйе менен қара құрт алайық. Екеуі де өрмекші тобына жатады. Өрмекшілер тобына жатады екеуі де. Бірақ бүйе өрмекшінің тұқымы деп айта алмаймыз ғой біз. Немесе бүйе қара құрттың тұқымы деп айта алмаймыз ғой біз. Немесе қара құрт бүйеден шыққан, бүйеден тараған деп айта алмаймыз. Ал бүйе қара құрттан тарады деп айта алмаймыз. Екеуі де өрмекші тұқымдастар. Сол сияқты біз маймыл тұқымдастарға жатамыз. Жалпы биология пәнін оқу керек баршамызға. Уағыз тыңдай бермейінше. Әсіресе жастарға айтамын, үлкендер өздері біледі.